Қайырлы күн баршаңызға. Каналыма қош келдіңіздер. Бір жілік етімізді тұздап жатырмыз. Чеснок, қарабұрыш, тұз, жеуін араластырып, бұл сүрленбей тұрады. Сүрленбей өстіп морозильникке салып қойсаңыздар да өте дәмді болады. Оны сүресеңіздер вообще керемет болады. Дәм деген жылқының қазысы сияқты дәм шығып тұрады. Тұздап көріңіздер. Чесноктап өстіп тұздағаным әлдеқашан дәмді болады. Кім қалай тұздайды, комментарий бөліміне жазып, өз пікірлеріңізбен бөлісіп кетіңіздер. Айтарлықтай бұл менің сиырдың еті тұздап жатқаным. Жылқыныкінде өстіп тұздаймын. Қазір бочкаға 1 сағатқа салып, суын ағызып, жайып, кейін морозильникке сақтай берсек те болады. Видеоны ұнап жатса лайк басып, подписаться батырыңызды басыңыздар. Сау болыңыздар.